Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай гранатовый салат жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: картошка, тұздалған қияр, гранат, қызылша, тауықтың төс еті, жұмыртқа және майонез қажет болады. Теркамызды алып, картофымызды өткізіп аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды да осылай етіп өткізіп, барлық салатын салмамызды теркадан өткізіп аламыз. Өткізіп болғаннан кейін тарелкаға біртіндеп бір-бірінің үстінен әсемдеп салатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Осындай дайын болған заттарымызды тарелкеге ортасына стакан қойып, немесе осылай етіп, видеодағындай етіп сәндейтін боламыз. Қажетті заттарды мен описаниясына қалдыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бірінші біз картофымызды тарелкемізге салып аламыз. Картофымызды салып алып, оның үстінен майонезімізді жағатын боламыз. Картофымыздың үстінен тұздалған қиярымызды турап үстінен салатын боламыз. Қияр қоссаңыздар, салаттың дәмі ерекше дәмді болады. Видеодағындай етіп осылай сәндейсіздер. Менде стаканның көлемі кішкентай болғандықтан осындай етіп шағын ғана банканы салып әсемдейтін боламыз. Қиярымызды салып, үстінен майонезімізді құйып аламыз. Қиярдан кейін тауықтың төс етін салатын боламыз. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Дәмі өте әдемі, ерекше болып шығады. Төс етін төсеп салып болғаннан кейін оның үстінен жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыздың үстінен қызылшамызды салып, ең соңында гранатаммен сәндейтін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Роза. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай әрі пайдалы. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.